Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен фарштан өте дәмді болып шығатын кешкі ас дайындайтын боламыз. Бастамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпа. Ал бастайық. Ең алдымен бізге фарш қажет. Фарштың үстіне дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш қосып, барлығын біркелкі етіп жақсылап араластырып шығамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін осы фарштан дөңгелек форма жасаймыз, яғни фрикадельки жасайтын боламыз. Қолымыздың көмегімен осылай дөңгелек формаға келтіреміз. Үлкен емес, барлығын кішігірім көлемде жасап шығамыз. Бізде осындай фарштан кішігірім 10 дана фрикадельки шықты. Енді бізге пияз қажет. Пиязды екіге бөліп, видеода көрсетілгендей етіп, бір бөлігін турап шығамыз. Туралған пияздарымызды қызып тұрған, яғни май құйылған қазанымызға салып, барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып қуырып аламыз. Пияз қуырылғаннан кейін жарты чай қасық томат қосып жіберсеңіздер болады. Содан кейін суымызды қосамыз. Су қайнап шығуы қажет. Қайнағаннан кейін жаңағы дайындап қойған фарштарымызды саламыз. Барлығын салып болғаннан кейін бетін жауып, бір қайнатамыз, яғни бір қайнап шығуы қажет. Енді бізге 2 дана картоп және де 1 дана сәбіз қажет. Сәбізді видеода көрсетілгендей етіп, майдалап бөліктерге бөлеміз. Қайнаған сорпамыздың ішіне туралған сәбіздерді саламыз. Енді картопты видеода көрсетілгендей етіп, бөліктерге бөліп шығамыз. Арнайы пышақпен бөлдім. Егер сіздерде осындай пышақ жоқ болса, қарапайым пышақпен бөле берсеңіздер болады. Сорпа бір қайнап шыққаннан кейін дәмін көріп, дәміне қарай тұз қосамыз, 2 лавровый лист қосамыз және де универсальный приправа қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, енді мен хмели-сумели деп аталатын приправа қосып, оның үстіне жаңағы турап қойған картоптарымызды саламыз. Картопты салғаннан кейін сорпа бір қайнау қажет, одан кейін астын жай басып қоямыз. Картоп піскенін тексереміз. Картоп піссе, сорпамыз дайын. Осы рецептпен кешкі асқа сорпа дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және де барлықтарыңызға сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Алдағы уақытта менің каналымда басқа да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сол себептен менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз.